қазақстандық шоу-бизнестегі жарасымды жұптардың бірі саналатын Аша Матай мен Арман Қоңырбаевтың кіші қызы 1 жасқа толды. Жұлдызды ата-ана екінші перзентінің туған күнін атап өтіп, оның тұсауын кестірген. Аша Матай мен Арман Қоңырбаев қыздарының 1 жасқа толуына орай өз үйлерінде үлкен дастархан жайған. Ерлі-зайыптылар екінші перзентінің туған күніне тек ет жақындарын ғана шақырған. Жұлдызды ата-ана Айым Арман қызының құрметіне ұйымдастырылған отырыстың фото және видеоларымен Instagram желісінде сторис арқылы бөлісті. Кейіннен туған күніндегі бейне материалдар Аша Матайдың фан парақшаларына тарап кетті. Бейне жазбада 1 жасқа толған Айым мен оның әпкесі Асылымның әсем көйлекпен жүргенін көруге болады. Оған қоса, видеолардың бірінде Аша Матай туған күн барысында екінші қызының тұсауы кесілетінін хабарлады. Бүгін Айымның туылған күні. Бүгін біздің ботақан 1 жасқа толып жатыр. Бүгін тұсауын кесеміз, Алла қаласа, жүрген деп жүр. Аманда біздің қонақтарымыз келді. Айсөканың сіңлісі Айша деген. Аманда біздің нағыз ханшайымымыз Асылым. Жаным ботам, дайынсың ба сен? Жаным ботам. Аманда маған арнайы Арманның досы беріп осындай гүлдерді жіберіпті. Беріп көп рахмет. Аман болыңдар, сау болыңдар. Көп рахмет беріп көңілің үшін, деді Аша Матай. Желі қолданушылары Арман мен Ашаны құттықтап, олардың қыздарына өз ақ тілектерін жолдады. Жұлдызды жұптың жанкүйерлері оларды отбасылық мерекелер мен отырыстарда қайтадан бірге көруге аса қуанышты екендерін жасырмады. Айымның жасы ұзақ болсын, қызығына тоймай жүре беріңіздер. Тәтті балапан, үлкен азаматша болсын, жолы ашық болсын. Екеуін қайтадан бақытты көру неткен керемет. Жұптарыңыз жазылмасын, ұрыс-керіс болып тұрады. Бірақ ақыл мен махаббат бәрін жеңіп шығады. Бақытты болыңыздар, көз тимесін. Екеуі шынымен қосылған секілді, сондай қуаныштымын, деп жазуда халық.